Сәлем достар, бүгін сіздермен нағыз қып-қызыл болып шығатын өте дәмді борщ тағам жасайтын боламыз. Рецептін қарамас бұрын каналға міндетті түрде тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қазанға етімізді қойып, етті қайнатамыз. Етіміз қайнағаннан соң міндетті түрде көбігін алып тастап, оттың астын орташа отқа қойып, етті толықтай 1,5 сағат шамасында пісіріп алатын боламыз. Етіміз қайнап пісем дегенше бізге борщқа қажетті заттардың барлығын турап алдын ала дайындап қоятын боламыз. Пиязды осылай турап аламыз, картопты осылай көбіктеп жақсылап турап алыңыз. Содан соң сәбізімізді осындай арнайы үккіштің көмегімен үккіштен өткізіп дайындап аламыз. Дәл солай қызылшамызды да үккіштен өткізіп дайындап алатын боламыз. Қажетті заттардың мөлшерінің барлығын мен описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жерден қарасаңыздар болады. 40 қабат орамжапырақты да дәл осылай ұзынша етіп, жіңішке етіп турап дайындап аламыз. Неге барлық затымыз дайын. Ендігі кезекте қуырмашын дайындап аламыз. Табаға май құйып, майымыз қызғаннан соң пиязымызды салып, жақсылап 1 минут шамасында қуырамыз. Одан соң сәбізімізді салып, оны да шамамен 1 минуттай қуырамыз. Артынша қызылшаны салып, оны да 1-2 минут шамасында жақсылап араластырып қуырып алыңыздар. Содан соң томат пастасын қосамыз, жақсылап оны да араластырып қуырамыз. Ендігі кезекте борщтың құпиясы, борщ қып-қызыл түсі қанық болу үшін міндетті түрде жарты лимонды осылай қызылшаға суын сығып салып, 1 минут шамасында қуырып алыңыздар. Етіміз қайнап піскеннен соң етімізді сүзіп алып, турап қойған орамжапырақты саламыз, артынша картопты салып, 10-15 минут шамасында орташа отта қайнатамыз. Құрметті оқырман, каналыма жаңадан келген оқырман болсаңыз, міндетті түрде подписаться батырмасын басып, каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Алда керемет рецепттер болады. 10-15 минут қайнаған 40 қабаттың үстіне жаңағы қуырмашымызды салып, одан соң дәміне қарай тұз, қара бұрыш саламыз. Үйіңізде лавр жапырағы болса, лавр жапырағын қоссаңыздар болады. Менде жоқ болғаннан соң салмадым. Және де етімізді турап, сол етімізді салып, ендігі кезекте тағы да 10-20 минут шамасында орташа отта борщымызды қайнататын боламыз. Мінекей достар, менің борщым шамамен 15 минуттай қайнады. Борщымыз дайын. Оттың астын сөндіріп, міндетті түрде сөндіргеннен соң сарымсақты салып, жақсылап араластырып аламыз да, қазанның қақпағын жауып, 10 минутқа тындырып қоятын боламыз. Қайнатпаймыз, жай ғана жауып қоямыз. Содан соң дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Әрине, қаймақпен ұсыныңыздар, өте дәмді болады. Ас болсын. Достар, рецепт ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жазып қойсаңыздар, мен қуанып қалатын едім. Сіздермен бірге болған Анаргүл Мұхтарқызы.